Саламатсыздар ма әріптестер? Қазір мен Canva сервисіндемін. Қазір мен сіздерге қазақша шрифттарды қалай орнатамыз, немесе жүктейміз, сол жайында көрсетейін деп едім. Мысалға, мен дайын тұрған мына шаблонды алдым. Мына жерде өзінің арнайы шрифттары бар, мысалы мынаған басасыздар. Мына жерде ашсаңыздар, жоғары жақта мына жерде шрифттар тұр дайын. Мен алдында да жүктеген болатынмын. Міне жүктеген шрифттар загруженные шрифты деп тұр. Мінекей мынаның бәрін жүктеп қойғам. Енді болады ғой, тағы да бір шрифттар қажет болатын болса, сәл осы төмендегі қараңыздар, мінекей загрузить шрифт деп тұр. Осыны басамыз. Мен рабочий столға шрифты деген бір папкам бар тұғын. Қазір бір мына қазақша шрифттар. Осы жерде қарайсыздар осылай. Қай шрифт сізге қажет болып тұр, мысалға, қазір. Соны барып жүктейміз. Мен мысалға кез келген біреуін қайсысын алайын? Мынаны алайын. Сосын белгілеп аламыз ғой, содан кейін барып открытьті басам. Загрузить деп басамыз. Мінекей қазір жүктеліп жатыр бізге. Қазір жүктелсін. Жүктелгеннен кейін ол мына загруженный деп тұр ғой, соның ішіне түседі. Қазір мен көрейін. Мінекей мына жерге түсті. Ол да жаңағы біздің. Міне. Жаңағы. Көрдіңіздер ме? Жаңағы сөзіміз мынандай болып ауысады. Бөздей, хаппи бөздей деп жасаған ғой бірісі. Былай кішірейтеміз, былай алып келеміз. Осылай мына мәтін өзгереді осындай болып. Мынаны да аламыз, белгілейміз, шрифтті ашамыз. Осы жерде мынаны да осылай өзгертуге болады. Мынаның барлығы уже келді менің кабинетімнен. Қайтадан осылай қойып қоюға болады. Мына осылай жүктейсіздер ғой шрифтті.